соқыр ана оқиғасы. Бала еді, терең ойлап көрмеген, ойын ойнап қызық қуып терлеген. Мектептегі сабақ тәртіп тым жақсы, сондықтан да жоқ қой кедергі көлденең. Бірақ оның көңілін бір ой бөледі, дейді өзі, сол ой жолды бөгеді. Өз пайымы сол ғой бұл баланың, анасының бір көзі жоқ себебі. Сол мектепте аспазшы ед анасы, ұлына ед тәтті бар жақсы, ақша тауып асты үстіне түсетін, қарын ашпасын киінсін деп баласы. Ал баласы асханаға кірмейтін, анасы мен көшеде бір жүрмейтін, ас беретін соқыр әйел анасы екендігін достары да білмейтін. Әрбір тәулік ашып жаңа парағын, бұл да басты сақтықпенен әр қадамын. Кім біледі ғұмырын бұл жұмбақтың қанша уақыт жұмбақ болып қаларын. Құпияны ашпаса кім біледі, байқұс ана мейірімдет жүрегі, баласының талабы мен талантын білейін деп сабағына кіреді. Жаутаңдатып жалғыз ғана жанарым, рұқсат па, амансың ба қарағым, білейін деп келіп едім сабағын. Анасы едім мына отырған баланың, деген кезде балалар ғой ешкімді ренжітпеген, елемеген еш мұңды. Анасының бір көзі жоқ қызғай, не деген сұмдық суық мысқыл естілді. Ана неге келесің, іздеп келсең бар ойымды бөлесің. Мен іздеп келмеші енді мына жұртқа, анасының көзі соқыр демесін. Мен ұялам, сыртта маған жолама, сөздеріме рас көңілің толама. Неге соқыр, қайда сенің бір көзің? Анашым, анашым, сырын білсең бола ма? Жылады ана еңіреді егілді, үйренген ғой келген мұңға көнуді. Шын жылады, соқыр көзден жас шықты, көкірегінде бар құпия көңілі. Кешір қалқам, не десең сол болады, айтқан сөзің ақылыма қонады. Сен ұялтқан саған еткен қатемнің, бүгін мынау ең соңғысы болады. Иә, дәл солай болды, сол жер соңғысы. Екінші рет бармады онда ол кісі, сыртыңнан ақ тілеуіңді тілейін, осы болар істердің ең оңдысы. Баласының тілегі осы қалаған, жеке жүрсе бақытты өзін санаған, деп ой түйді, құтылар ем шешемнен, оқу бітсе келмей қойсам қаладан. Солай жүріп бітірді оқу балада, бұдан бетер суық болды анаға. Оқимын деп ары қарай жиналып, тартып кетті шетел асып қалаға. Айтқандай ол анасын ұмытты, жұмыс тапты, маман болды білікті, әйел алды, бала сүйді. Анасын есіне алмай ойсыз қамсыз жүріпті. Күз сезімдерді селкітіп жауын жауып тұр, жігіт үйі сән салтанат тауып тұр. Құлақ салды әйелі де өзі де, есікті біреу келіп қағып тұр. Кім болды деп есік қаққан жаңағы, бәрібір де есік ашып қарады. Әйел де баласы да қорықты, іздеп кепті соқыр ана баяғы. Жігіт жеке шықты тағы далаға, жақындады жалғыз көзді анаға. Әйелім мен баламды сен шошыттың, неге келдің, не бар саған мынау қалада? Саған келдім демеймін, бұған өкінем. Қыбырластым, тым алысқа кетіп ең. Үйленіпсің, балаң бар деп естідім. Сүйейінші немеремнің бетіне. Сескенді ана, жапсырар деп сор тағы. Қатуланып қабақ шытып ол тағы. Жоқ болмайды рұқсат жоқ себебі. Бір көзің жоқ, бала сенен қорқады. Бітті әңгіме, болмас қайта бастауға. Қайтты ана, демеу болар дос бар ма? Күңіреніп, ақ жауын төгіп тұр. Ана бейнем бірге жылап аспанда. Уақыт сырғып ойлар өтті, жыл өтті. Өткен әр жыл 20 түлек түлетті. Ауылға кел сағындық деп достары,
хат жіберіп шақыртыпты жігітті. Жол ұзақ деп жігіт біраз қиналды, дегенменен барамын деп ұйғарды. Әйелді алып, баланы алып сол күні жол жүрмекке отбасымен жиналды. Келді ауылға, мауқын басты тарады, жігіт ойы басқа арнаға ауады. Балалықты еске алсам деп жаяулап, өзі тұрған ескі үйге барады. Сен келдің бе, өзгермепсің таныдым, анам қайтқан, қалдырып ед аманат. Мен ашпадым, өзің оқып жарығым. Берді қағаз төрт бұрышты бүктелген, деді жігіт түсінбедім түк мен. Ашып көріп оқимын деп оңаша, кетті оңаша, барау хабар күтпеген. Балам, ботам, айым күнім асылым, қарт кеудемде бір сыр бар ет жасырын. Кеудем дөрлеп барады сол күрең ой, жаздым хатқа оқып балам біле ғой. Нәрестейдің түспейтұғын қолымнан, бағым көбет бүгінгідей сорымнан. Әкең бар ед, жаны жақын балаға, үйден шықтың қыдыруға деп қалаға. Болықты да бірге кетіп арманым, жол апаты жан әкеңді жалмады. Түстік солай бұл тағдырдың түзіне, зақым келді сенің оң жақ көзіне. Дәрігерлер көрді, білді, байқады, үрейлендім, қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен ұлыңыз, көрмес көзі, алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көз іздеп табыңыз, бақытты өмір сүру үшін балаңыз. Сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты, жан жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін білсін деп, құрбан еттім балам үшін көзімді, саған бердім сап-сау тұрған көзімді. Міне балам, содан бері соқырмын, содан бері таңым қайғы, кешім мұң. Осы көзбен көп ұялтсам өзіңді, кешір қалқам, кешір ботам, кешіргім. Оқып бітті, жүрегі аттай тулады, көкірегін кернеп өксіп улады. Біреу өзі, біреуі ана көзімен, алдындағы ақ парақты сулады. Ата-ана, разылығын тапсаң алла, айтыпты жанаттан жай беремін деп. Тірлікте таппаған соң көңілдерін, өлген соң жылаудың да керек жоқ.